Төбешіктер киіп гүлді бөрік, жайқалады қызғалдақ қырды көміп. Шаңырақтан шапағы шашыраса, күлдіреуіш тұрады күнді бөліп. Күркірейді көгөзден іргедегі, жайдарлы леп жазбенен бір келеді. Арудайын құлпырып дала жатыр, жасыл көйлек киінген гүл бедерлі. Ақын Әскерхан Ақтай ару жаздың ажарын осылай жырға қосады. Жадыраған жаздың көрікті күндері қандай керемет. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бүгін дүйсенбі, маусымның 8-і. Бүгінгі хабарымызда Алматы облысы Райымбек аудандық өлкетану мұражайындағы өзгеше экспонаттарды тамашалап, 4 жасар бишінің өнері мен ағайынды шахматшылардың дарынына тәнті болып, дәстүрлі әнші Ғалымжан Жолдаспайдың шығармашылығы жайлы біле аласыздар. Терезеден түскен күн нұрынан нәр алып, таңғы дәмді шайдың басына жиналған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Ал енді 8 маусымның елеулі оқиғаларына келсек. Мысалы 2001 жылы 8 маусымда Астанада бірінші қазіргі заманғы өнер галереясы ашылған. Ал 2003 жылы халықаралық Астана 2003 атты тұңғыш қазақ әндерінің байқауы басталғаны бәріміздің есімізде. Ал 2005 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Қозы көрпеш баян сұлу жырының нұсқалары атты кітаптың таныстырылымы өтті. Бүгінде Қозы көрпеш баян сұлу жырының 20-дан астам үлгісі бар. Бұл жинаққа жырдың 19-20 ғасырларда Петерборда, Қазан мен Орынборда араб әліпбиімен терілген бірнеше нұсқалары енгізілген. Ал Алматы облысы Райымбек ауданында айрықша өлкетану мұражайы бар екенін біріміз білсек, біріміз білмеуіміз де мүмкін. Біздің әріптестеріміз де хан тәңірінің баурайындағы Райымбек ауданынан іс-сапардан оралған екен. Олай болса сөз кезегін тілшілерімізге береміз. Елімізде 200-ге жуық мұражай болса, солардың 4-тен 1 бөлігі аудан ауылдық жерлерде. Соның бірі Алматы облысы Райымбек аудандық тарихи өлкетану мұражайы. Алғаш 1986 жылы Кеген аудандық этнографиялық мұражайы болып құрылған. Ал 1988 жылы белгілі қоғам қайраткері Ораз Жандосовтың аты берілген. Тәуелсіздік алғаннан кейін 2011 жылы сол кездегі облыс әкімі Серік Үмбетовтің қаулысы бойынша Райымбек аудандық тарихи өлкетану мұражайы болып өзгертілді. Мұражай ғимаратын жаңарту мақсатында 2012 жылы облыс әкімінің қаулысымен қайта салынып, 2014 жылы пайдалануға берілген. Әзіргі кезде мұражайымыз 1097 квадрат метр, 4 залдан тұрады. Табиғат, археологиялық, кеңес дәуірі кезіндегі өлкетану залы және тәуелсіздік залы болып келеді. Мұражайымызда 2100 экспонат бар. Әрине, мұндай бай мұрағаттар бар мәдениет ордасын көріп тамашалауға әрбір адам құмар болатыны даусыз. Сондықтан да болар 2014 жылы ашылғаннан кейін 4 айдың ішінде 3000-ға жуық адам музей экспонаттарын тамашалапты. Ал 2015 жылдың 5 айында 2500 жан мұрағаттармен танысқан. Біздің Райымбек аудандық тарихи өлкетану музейі осы біздің ауданның бай табиғаты мен көне тарихынан бастап қазіргі уақытқа дейінгі тарихын қамтиды. Біздің Райымбек ауданының тарихы сонау 1928 жылдан басталады. Алғашында біздің Райымбек ауданы Қарқара ауданы болып құрылған. Ол кезде бір кетпен, тұз көл, ынтымақ болыстар осы біздің ауданның құрамына кірген екен. Кейін 1997 жылы Нарынқол және осы Кеген аудандарының бірігу нәтижесінде Райымбек ауданы құрылды. Орталығы Кеген ауылы. Алып жатқан жер аумағы 14,2 мың шаршы шақырым, ауданымызда 80 мың адам тұрады. Жетісудың табиғаты тамаша, талайды тамсандырған көрікті жерлерінің бірі біздің Райымбек ауданы. Мұражай қызметкерлері тарихқа жетік, мұрағаттар туралы мәліметтері мол, білікті мамандар екенін байқадық. Олардың қонақтарға қызмет көрсетулері биік деңгейде болғандықтан да келушілер қатары күн санап артып жатқаны даусыз. Музейдің мәдениеттің дамуында, білім ғылымның дамуында алатын орны ерекше, яғни қоғамда атқаратын рөлі өте зор. Біздің музейіміз осы біздің ауданның бай табиғатын және көне тарихынан бастап қазіргі уақытқа дейінгі тарихын қамтиды. Елімізге танымал тұлғалардың және де еліміздің атын әлемге танытқан тарихи тұлғалардың өмірімен таныстырады. Музейімізде қазіргі кезде 2000-нан астам экспонат бар. Қазіргі кезде музей қоры жаңа экспонаттармен толықтырылуда. Яғни қандай да бір ұлттық құндылықтарымызды сақтап, халыққа таныстыру үшін біз шетелге барсақ та музей аралайтынымыз рас. Яғни біздің осы музейіміз біздің өскелең ұрпаққа тәрбие беруде және тарихи сананы қалыптастыруда үлкен рөл атқарады.
Техникалық мамандарымен қосқанда 8 қызметкері бар мұражай алдағы уақытта да мұрағаттарын толықтырып, халыққа мәдениет нәрін сіңіре берері анық. Қазақтың бүгінгі болмыс бітімін ұлт ретінде оның тағдырын жырмен өріп, қазіргі қоғамдағы құбылыстар мен оқиғаларға үн қатып, азамат ретінде адамгершілік ұстанымынан танбай келе жатқан қазақтың ойлы қаламгерлерінің бірі ақын публицист Нұрперзент Томбай десек, ешкім бұған таласа қоймас. Әрине дұрыс айтасыз. Ең асқақ, ең нәзік сөз өнерінің құдіретімен жүйкемізді жұмсартып, жанымызды мұз бен сыздан арылтып, сырға бөлеген қаламгердің қаламынан туған ойларды басылым бетінен жібермей оқитынымыз да міне сондықтан. Бүгін Ана тілі газетінің бас редакторының орынбасары Нұрперзент Томбай мырза біздің студиямыздың арнайы қонағы. Ендеше қайырлы таң. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Енді биыл Ана тілі басылымына 25 жыл толады екен, құтты болсын аға. Рахмет. Бұл жөнінде біз енді мына газетке материалдар бергенбіз. Ресми түрде енді осы күзге қарай тойлайтын болармыз, амандық болса. Иә, Құдай қаласа. Ана тілі республикадағы тіл тақырыбына қатысты шығатын ресми бірден бір жалғыз басылым. Иә? Оны да айта кетуіміз керек. Жалпы аға, мынау өзінің маман ретінде мынаны айтыңызшы, жалпы газет, Ана тілі газеті елімізде болып жатқан кез келген оқиғаны тыс жібермей өзінің әрбір тарауларында, әрбір өзінің басылымдарында айтып отырады. Жалпы осы газет мемлекеттегі саясатқа қаншалықты әсер ете алады? Енді газеттің өзі саясаттың құралы деуге болады. Өйткені онда ұсақ-түйек нәрсе айтылмайды. Кәдімгі мемлекеттің мүддесіне қатысты, ұлттың мүддесіне қатысты мәселелер көтеріледі. Бізде міне сол бағытта қызмет етіп жатқан газетпіз, Ана тілі газеті. Енді газетті шығып жатқан материалдармен оқырмандар жақсы таныс ғой деп ойлаймын. Біздегі енді қойылатын талапына журналистердің жауапкершілігі болған жерде сол жақсы жұмыс болады дегендей. Енді газеттің қазіргі айтатын болсақ, енді таралымы 20 мыңнан асып отыр. Біршама оқырмандарымыз бар. Жаңа айтылғандай сол көкейкесті мәселелерді көтереміз. Енді тіл газеті болғанменен тілді енді жеке қарауға болмайды ғой. Енді бұл қасында сол жаңағы әдебиетті көтермесек, мәдениет мәселесін айтпасақ, тарих мәселесін айтпасақ тағы да болмайды. Тіл осылардың бәрімен сол байланысты. Осыған орай енді біз енді қоғамда болып жатқан кейбір кемшіліктерді де сол газет бетінде жазып жатамыз. Жаңа айтылғандай сол көкейкесті мәселелерді көтереміз. Жақында мысалы қазақ циркінің мәселесі жөнінде біз мақала газет бетінде жазғанбыз. Осыны енді біз сол газетке шыққаннан кейін мәдениет министрлігіне жібердік, бұл алдағы тағдыры қалай болады деп. Сол жақында жауап келді. Жалпы олар да осы мақаланы құптапты, қолдапты дегендей. Енді сол бір заңдар қаралады екен. Соның ішінде осы қазақ циркі жөнінде де сол арнайы бір тарау енгізуді мақсат етіп отыр екен. Енді осындай жайлар бар. Кезінде мынау Қостанай жақта бір қазақ мектебі жабылмақшы болған. Бұнда сол газет бетінде көтердік. Жан айқай дегенде сол бұл да сол кейін орынды шешілді. Қазақ мектебі сол сақталып қалды. Сосын бір қызметкеріміз өткен жылы мынау Ресейде тұратын қазақтардың, өзіміз қандастарымыздың жағдайымен танысып, олар қалай тұрып жатыр, қандай мәселелер бар екен дегенде осында газет бетінде көтергенбіз. Қандай мәселелер бар екен Ресейдегі қандастарымызда? Енді оларда мәселелер көп. Біздің еліміз енді Құдайға шүкір, шығып жатқан газетте журналдар көп. Солар жетпейді екен сол жаққа. Елдегі жаңалықтар солардан хабарсыз. Басқадан болса жағы бұқаралық ақпарат құралдары, радио, теледидар дегендей қазақша жүргізетін, олар да сол жетімсіз. Бұл туралы мақала жарық көрді. Енді нәтиже қалай аға? Бұл шешіле ме бұл мәселе? Біз осы жөнінде біз енді осы тиісті орындарға сол хат жаздық, осы мақалаға байланысты. Олардан жауаптар келді, жаңа министрліктер бар, жаңағы көші-қон комитет дегендер бар, дүниежүзінің қазақтары қауымдастығы бар. Олар енді бұған енді көңіл бөлді, сол осында көтерілген мәселелер бойынша сол тиісті шешімдер қабылдаймыз деп сол
Яғни сендіріп отыр, уәде беріп отыр. Көңіл аударту. Ойдағыдай болатын шығар деп ойлаймыз. Енді жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, бүгінде ана тілі басылымы 20 мың таралыммен шығады. 20 мыңнан асты. Ал менің білуімше 90-шы жылдары ана тілі басылымы 100 мыңнан астам болған таралымы. Енді бүгінде айтып жатырмыз, жаңағы бәсекелестік дамыған заман деп. Енді газетке деген сұранысты сақтап қалу үшін қандай шаралар атқарып жатсыздар аға? Енді өзі газетті сақтап қалатын көтеретін нәрсе ол сондағы жазылған мақалалар енді талапқа сай болу керек. Оқырманның көңілінен шығу керек. Нағыз оқырманда жұртшылықты қандай мәселе ойландырады, толғандырады. Ол сол жөнінде жазсақ, сонда газет жаңағы өтімді болады, онда таралымы көп болады. Біз енді осы жағына сол қаттырақ мән беріп жатырмыз. Енді сіз айтып отырсыз ғой, жаңа кезінде сол 100 мыңнан астам таралымы деп. Ол кезде енді қазақ тілінің жағдайы белгілі ғой, енді ол дәл бүгінгіде бір қалыпқа келген жоқ еді. Шешетін мәселелері көп еді. Әлі есімізде осы Алматыда студент болдық. Автобустың ішінде жүрген кезде біз сол 80-ші жылдары қазақша сөйленмейтінбіз. Соған кедергі жасайтынбыз жан жақтағы. Қазір ондай емес қой енді. Біз өзі қазақтың бір несі бар ғой, өзі бір мәселенің бәрі шешілсе, сосын кішкене бір арқаны кеңге салып қоямыз, енді бұл шешілді ғой, бұл орнына келді ғой деп. Содан бекен енді сол тілге деген баяғыда енді бір белсенділік байқалмайды. Мүмкін соның да әсері бар шығар. Бірақ енді біздің мақсатымыз енді ол елді жаңағыда күштеп, зорлап енді жазуды біз мақсат етіп тұрған жоқпыз. Бар енді сол күшті, қуатты жаңа сол мақалалардың, материалдардың сол пәрменділігіне, жаңа айтылғандай сол оқырманның көңіліне шығатындай етіп сол жазуға күш салып жатырмыз. Бұл бағыттағы енді табыстарымыз енді жаман емес секілді. Өйткені оқырмандарың өзі сол бізге жолдан хаттарында сол жылы пікірлерін білдіріп жатады, қойған сауалдарды. Соңғы орында байқаймыз, енді газеттің сол елдің ішінде абыройы, беделі бар ғой деп. Ал оқырмандардың арасында жастар жағы қалай аға? Газетке деген жастардың бүгінде қызығушылығы қандай? Өйткені біз көп естиміз, жастар қазір мүлдем кітап оқымайды, газет оқымайды, ғаламтордан шықпайды дегенді, бұған сіздің көзқарасыңыз қандай? Келісесіз? Енді жастарға айтылатын жаңағы пікірлерінде бұлай жаны бар енді. Бірақ енді мүлде оларды енді сол жаңағыдай жаңалықтардан хабарсыз, газет оқымайды деп тағы айтуға болмайды. Бізде енді жастар басылымдарда бар ғой республикамызда. Оларға да жастар қатысып тұрады. Бізге де енді қатысып тұратын жастар бар, оны жасыратың жоқ. Сосын мына бізде 90 сайын берілетін мынау жылқысы деген арнайы бір бетіміз бар. Мынау жаңағы әдебиетке құмар, әңгіме жазатын, өлең жазатын жастар болса, солардың жаңағы сол жазған дүниелері сол 90 сайын беріп отырамыз. Бұл да бір жастарды қолдауға арналған біздің бір жұмысымыздың бір түрі. Әрине. Ал енді оқырмандар арасында әрине жастар бар, оны келіп жатқан хаттардан шығып жатқан мақалдардан аңғаруға болады. Қазір не жазып жүрсіз? Алла жазса 60-тың да ауылы өзі төбесі көрініп тұр екен. Сондықтан да осы бұған дейінгі бір жазған дүниелердің сол басын құрастырып, поэзиясы бар, публицистикалық материалдар бар. Сол жинақтап бір кітаптар дайындау ойымызда бар. Сол бір шаруа бар. Сосын енді мынау көтеріп жүрген мәселемізден тілге қатысты да сол ары қарай жалғастырсақ дейміз жазғанымызды. Әсіресе мына мемлекеттік қызметшінің тілді білуі міндет дегенде осы мәселені көтеріп жатырмыз. Осыған байланысты бір дүниелер жазу бар. Сосын кеше мынау ассамблеяның сессиясы болды ғой. Сонда елбасы сөйледі. Сонда біздің ұлтымыз жөнінде, қазақ жөнінде жақсы ойлар айтты. Осы қазақ еліндегі орны туралы, ұлттың орны туралы басқа ұлт өкілдеріне кәдімгідей құлағына құйғандай сол жақсы сөздер айтты. Бұл да енді ойландырып жүр. Біз енді осы сөздерге енді сай болуымыз керек. Бұл енді жағы орыс халқын аға ұлт өтіндік қой, аға халық деп. Енді қазір тәуелсіздік алғаннан кейін енді 25 жылдай уақыт болып қалды. Біз енді сол өзіміздің елімізде, өзіміздің мемлекетімізде біз аға ұлт болуымыз керек. Өзгеге. Аға халық болуымыз керек басқаларға. Демек, бұның өзі үлкен жауапкершілік жүктейді, үлкен міндет жүктейді. Кейбір келеңсіз көріністен енді біз арылуымыз керек. Ұлттың мүддесіне, мемлекеттің мүддесіне жұмыс істейтін шақ. Осыған байланысты бір ойлар жүр, соны газеттің бетіне көтерсем екен деген. Таяу арада жазылатын дүниелердің сол
тармақ осындай. Ал бүгінгі қазақ әдебиетіне қатысты көкейкесті мәселелер жөнінде пікіріңіз қандай? Осы таяуда ғана осы бір жеті болды ма, бізде жазушылар одағының үлкен бір жиын өтті. Өткен жылдың әдеби жыл қорытындысы деп аталды. Осында жақсы пікірлер айтылды. Көптеген баяндамалар жасалды. Әртүрлі жанрларға байланысты. Прозасы бар, поэзиясы бар, драматургиясы бар, дегенде аударма мәселесіне байланысты. Сосын бір байқалған, сонда жасалған жаңағы баяндама жасаған адамдардың барлығы да сол жақсы дайындықпен келгендігі аңғарылып тұр. Енді сондай өзекті мәселелер көтерілді. Жалпы қазақ әдебиетінің жағдайы ол енді нашар деуге болмайды. Кәдімгі басқа елдердің әдебиеттерімен теңесетін, тең дәрежеде қазір біздің әдебиетіміз бар. Біздің поэзиямызда, прозамызда ешкімнен кем емес. Сонда енді жиналыстан кейін бір ой болды. Кейбір мәселелерге жеке бір жиындар арнаса да болады екен, мысалы. Қазіргі қоғам және әдебиет деген мәселені, мысалы, жеке бір пленум арнай ма, балалар әдебиетіне, мысалы, жеке бір сонда сөз қозғалса, әңгіме қозғалса, аударма мәселесі де бір өзекті мәселе. Бізде енді жақсы жазушылар бар, ақындар бар. Бірақ осыны енді басқа елдерге таныту жағында біз осал болып жатырмыз. Басқалар тану керек. Тек қана өзіміз ішімізде ғана емес. Жалпы әдебиет жөніндегі ой осындай. Аға, енді бір кездері осы латын қарпіне көшу туралы мәселе көтерілді. Жалпы ол деген мынау барша түркі жұртын біріктіруге белгілі бір өзінің үлесін тигізеді дегенде ойлар айтылып жатты. Сіз өзіңіз осыған қалай қарайсыз? Латын қарпіне көшу жайлы. Енді осы мәселе осы 4-5 жыл бұрын бір көтерілді. Осыған кәдімгідей көшуіміз керек дегенде жеделдетіп. Бірақ енді бұл бұндай жеделдетіп көшетіндей, тезірек көшетіндей бұл жай мәселе емес бұл. Бұл үлкен мәселе. Енді мынау енді тіліміздің қазіргі жағдайы белгілі, қазақ тілінің жағдайы. Қанша жаңағыдай мәртебе алғанымызбенен бұл әлі де болса жаңағы өзінің толық мәнінде бұл әлде де қызмет істелмей жатыр. Бұл бағытта шешетін мәселелер әлі көп. Енді осындай кездегі латын жаңағы әрпін кірістірсек, одан сайын енді ол көзелі болады. Сондықтан да бұл мәселеге меніңше әзір сол асықпаған дұрыс. Жаңағы өзіңіз әңгіме барысында айтып қалдыңыз, болашақтың еншісінде осы бір өзімнің жиған терген бір өлеңдерім бар, шағын соларды бір кітап қылып шығарсам деп. Соны құлағдар болып қалған бізде көрермендер де енді сол бір өзіңіздің бір шығармашылығыңыздан я болмаса бір белгілі бір өлеңді оқып берсеңіз бүгін біздің көрермендерге, бізге. Иә, өзіңізден сұраймыз. Рахмет, бір өлең оқиын онда. Мархабат. Мен қазақпын деген. Мен қазақпын, өзгешемін, басқамын, бөлек суым, орман тауым, аспаным. Өзімдікі жетіп жатыр өзіме, бақ ырысын қызғанбадым басқаның. Біздің туға тән қасиет мүлгімеу, ерте әлі дамылдар сәт келді деу. Жеңістерді жария етіп тұрғандай, жарасады желмен бірге желбіреу. Жатқан жоқ па өн бойында ой терең, шаңырақтың төбесінен күн көрем. Жалғыз емес, қос пырақты сыйдырған, ерекше деп елтаңбаңды айтар ем. Бұл өмірден жанның өзі торыққан, ести сала қайғы мұңын ұмытқан, екпінінен дауыл тұрып кетердей, әнұраным асқақтықты танытқан. Тоят таппай сөйлесем де күніге, бұлбұл құста қосылғандай үніме. Жететін тіл барма жалпақ жаһанда, менің көркем сұлу ана тіліме. Тылсым сыры тұнып жатқан бар ізім, жетелеген мені алға жол ұзын. Өзгелердің өз заңдары өзіне, өз заңымен жүру асыл парызым. Қай кезде де болатұғын дегені, тек бір өзі сүйенері, сенері, басқаларға, өзгелерге ұқсамай қазақ болып өмір сүргім келеді деген. Бәрекелді. Енді Нұрперзент мырза, бүгін студиямызға келіп, берген әсерлі сұхбатыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Тағы да ана тілі басылымының 25 жылдығы құтты болсын дейміз. Өзіңізге тек қана толағай табыстар, шығармашылық шабыт тілейміз. Рахмет үлкен, бүгінгі күніңіз сәтті өтсін аға. Рахмет, сіздерге де рахмет.
Құрметті көрермен, ал біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Гүлмира, білесіз бе, өмірде өнер ғана адамның дүниетанымын кеңейтіп, жан дүниесін, сезімін жетілдіріп, ішкі жан дүниесін байталатын тек қана өнер деседі екен. Егер де бала күнінен бастап әнмен, музыкамен, жалпы бимен айналысатын болса, ол әлемді, қоршаған ортаны, жалпы қоғамды тек қана өнермен ғана тани алады екен. Дұрыс айтасыз. Өнер адамның жан дүниесін жаңа мақсаттарға, жаңа биіктерге шабыттандырып отырады. Өнерде өмірдің ажырамас бір бөлігін айналдырған жандар тек биік шыңдарға жиі бағындыратын да сондықтан. Келесі біздің бейне сюжетіміз жалпы бала күнінен өнерді жанына серік еткен дарынды бала жайында. Олай болса, кезекті тілшілерімізге береміз. Шахмат логикалық ой өрісті дамытатын спорт түрі. Әлемдегі ең танымал бұл спорт түріне бүгінгі таңда еліміздегі қызығушылық танытатындар саны жылдан жылға артып келеді. Бұған қоса шахмат ойынына жаттығушылардың жас мөлшері де әртүрлі. Өмірлеріне аталмыш спортты серік еткен ағайынды Алан мен Арслан ойын балалар қатарында болғанмен, шахматқа келгенде екінің біріне ұтыла қоймайтын мықты ойыншылар. Олар Алматы қаласында орналасқан жас өспірімдерді жан-жақты дамыту орталықтарының бірінде 3 жылдан бері жаттығып келеді. Шахмат ойыны интеллектуалды спорт десе болады. Баланың логикалық ойлау өрісін кеңейтуде орны ерекше. Бүгінгі таңда елімізде шахмат ойыны ерекше дамуда. Оған себеп барлығымыз білетін қазақтың қызы бірнеше әлем чемпионы Жансая Әбділмәліктің себебі мол. Шахмат ойынына деген әуестікпен асқан қызығушылықтың арқасында бүгінде ағайынды бұл бүлдіршіндер шыңдалып келеді дейді жаттықтырушы Мейіржан Жұматаев. Алан мен Арслан Абзалхан ұлдары 3 жылдың ішінде бірнеше жарыстарға қатысып, жеңімпаз атанып келеді. Мен шахматқа қатысқаныма 3 жылдай болды. Осы шахматта оның алдында маған талай ағайлар берген еді. Осы шахматқа жетелеген ол менің әкем. Маған шахмат ойнау ұнайды. Ол математиканы үйретеді. Менің туысқандарым да ойнайды. Менің ағам оны бірінші үйренді, Нұртөре деген. Қарап отырсақ, дарынсыз бала жоқ. Тек қабілетті баланың бейімділігін дер кезінде байқап, шыңдай білсе болғаны. Тағы бір Жания есімді 4 жасар балдырған жуырда Испания елінде өткен Фесталуния деп аталатын халықаралық би өнерінің байқауына қатысып, бірінші орынды иеленіп, ел намысын қорғап қайтты. Мен билегенді қатты ұнатамын. Мен испан биін, көбелек биін, жапон биін билей аламын. Бұл сайыс кішкентай бишінің алғашқы сынға түскен сәт емес. Жанияның алғашқы конкурсы Санкт-Петербург қаласында өткен болатын. Ол кезде жарыстың өзіне 1 ай дайындалса, биге қатысып жүргеніне жарты жылдың көлемінде ғана болатын. Ол байқау 9 жасқа дейінгі балалардың байқауы еді, яғни 9 жасқа дейінгі балалардың өнері бағаланды. Ол байқауда испан биі мен шығыс елдерінің биімен Жания көрермендерін өзіне баурап алды. Біз 2-ші орынды иеленіп қайтқан болатынбыз. Фесталуния халықаралық конкурсына Грузия, Индонезия, Ресей, Испания, Нидерланды елдерінен 16 жасқа дейінгі жасөспірімдер өнерлерін ортаға салды. Ал Қазақстан атынан барған 4 жасар Жания Ержан 2 бимен сайысқа түскенмен, испандықтар испан биін шынымен мойындап, 1-ші орынға тиесілі арнайы марапаттау дипломы мен мүсін сыйлығын табыстады. Ал ертеңгі күні өткен гала концерттің салтанатын ашу осы бүлдіршін бишімізге бұйырған екен.
Гүлмира, білуімше, таяуда Алматыда дәстүрлі музыка орындаушыларының алғашқы құрылтайы өтіпті. Иә, дәстүрлі музыкаға деген қоғамның көзқарасы өзгермей біз қазақтың өнерін дамыта алмаймыз. Өйткені сөз жоқ, дәстүрлі өнер қазақтың ұлттық өнерінің темірқазығы болып табылады. Тіпті бүгінгі музыканың кез келген ағымның бастауында дәстүрлі музыка тұр. Дәстүрлі өнерді насихаттап келе жатқан сахна шеберлері өздерінің шығармашылығын дамыту үшін қоғамдағы кез келген кедергілермен бетпе-бет келетіні жасырын емес. Я, сондай қиындықтарға қарамастан өнердің дамуына, дәстүрлі өнердің дамуына өлшеусіз үлес қосып келе жатқан жастар жайлы келесі бейнесюжетте. Өнер атаулы, оның ішінде музыка, ұлт пен ұлыс таңдамайтыны айтпаса да түсінікті. Осы сөзіміздің бір жақын көрінісі әнші Ғалымжан Жолдаспайдың шығармашылығынан анық байқалады. Тіпті керек десеңіз, түрік саясаткерлері қазақ әнін биылғы сайлау барысында түбі бір түрік ағайын деп қазақстандық әнші Ғалымжан Жолдаспайдың Көкжөтел әнін үгіт құрал ретінде таңдап алыпты. Қандай қаражат алдыңыз дейтін болсаңыз, мен одан қаражат алған жоқпын. Себебі менің өзімнің енді ақша қолдың кірі дейді. Менің ойлау нем басқаша болды. Себебі алдыңғы уақытта Қазақстан мен түрік мемлекет үшінде бір жақсы достық қатынас болсын, және де қазақ әні басқа жерде айтылса, ол да бір үлкен мәртебе ғой деген ой болды бірінші. Содан кейін алдағы уақытта тағы да бір сол кісілермен қарым-қатынаста болу үшін тағы да бәлкім ұсыныстар жасадым. Басқаса сол ауылдың ұлттық өнері дәстүрде жүрген әншілермен әнші ретінде айту сондай ұсыныстар тастаған болатын. Ғалымжан Жолдаспай дәстүрлі әнші. Әлбетте оның орындауындағы әндердің барлығы халықтық әндер болғанымен, ол заман лебінен қалыс қалмай соңғы уақытта дәстүрлі ән мен эстрада жанрын синтездеп, заманауи бағытта әндер орындап жүр. Әншінің тыңдармандарға кең таралған әндері бүгінде 20-ға жуық. Ғалымжанның талғамы өте жоғары. Оның репертуарында тыңдарманға ой салатын мағыналы әрі мәнді әндер. Өзіңіз қарасаңыз, ақ тілек деген термеде тойға келген ағайын домбырын доғайында ол дәстүрлі жанр, насихат бар, бата бар, сосын бұрынғы көне дәстүрді жеткізу. Ыдыс аяқ жегенін көрсеңіз, халықтың отырған киім кешегін көрсеңіз, қазақшылықты көрсету дәстүрді. Екінші бейнебаянды көрсеңіз, мына Хамит Үскінбайдың Қыздар ай дейтін ән, қазір лақабаты Көкжөтел дейді. Оның тарихы түсірілген болатын ол жерде. Бүгінгі таңда Ғалымжан тың шығармашылық ізденіс үстінде. Ол балаларға қазақтың ұлттық салт дәстүрін, қазақ елінің тарихын таныстыру мақсатында кезекті бейнебаянды мультфильм жанрында дайындауда. Ал одан кейінгі бұйырса шығатын бейнебаян мына қазақтың 550 жылдығына орай қазақ хандығына байланысты мультфильм клип болады. Уақытта барлық нәрсені кішкентай балдарға, болашақ қазақ балдарына насихат болу себебінен 3 минут 48 секундты мультфильм жеткізу ойымыз болды. Себебі қазақ хандығын кім құрды, қазіргі ханымыз кім деген секілді сол немен көрсету. Өлеңнің аты қазақта болсын, тағы той дейді. Яғни біз қай ғасыр болса да, мейлі 21-ші ғасыр болсын, төменгі ғасыр болсын, біздің қазақ тойшыл халық деген мағынаны білдіру. Жасыратыны жоқ, бүгінде сахна төріне дәстүрлі әнмен шығып, танылған әншілеріміз уақыт өте келе эстрада бағытында ән сала бастайды. Бұл туралы Ғалымжанның ойында сұрап білген едік. Біз енді дәстүрлі әнді бітірдік қой деп, эстрада көшкенмен де біз өзіміз екі бағытта дастаймыз. Домбырамен айт дейтін жерде домбырамен айтамыз, ал отырыс жерімізге байланысты эстрадамен айтамыз. Екі түрлі жеткі. Оның несі жоқ деп ойлаймын, қауіпі, қатері жоқ деп ойлаймын. Себебі әннің жаманы болмайды, орындаушы әншінің нашары болады деген бар. Ғалымжан өмірде де, өнерде де өзіне түйгені бар қабілет иесі. Ол алдағы уақытта қазақ өнерінің дамуына өзіндік елеулі үлес қосатынына сенімді. Бірақ мұның бәрі уақыт еншісінде. Әншінің айтуынша, егер жүректе үміт пен сенім болса, қандай да өнер иесінің алар асуы алыс емес. Міне тіршіліктің отын маздатып, тағы да бір арайлы таң атты.
Баршамызға жаңа мақсат, жаңа міндет сыйлаған жаңа күн басталды. Ойға алған істеріңіз оңынан болып жақсы нәтижелерге жеткізсін. Біздің таңғы жүздесуіміз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болайық ағайын.